Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ халқының қазақ ғұрыптарының бірі жоқтау туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп қолдай отырыңыздар, себебі әр қазағым білуі тиіс пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Жоқтау немесе элегия дауыс қылу деп те аталады. Қазақ халқының қазақ ғұрпында адам қайтыс болған күннен бастап, оның жылы өтіп, асы берілгенше жоқтау айтылады. Қазаны естіген жанашыр туыстар ауылға ай, бауырым деп ат қойып шауа келіп, атынан жығыла түсіп, жақындары жоқтау айтып, қайғылы сарымен көріседі. Элегияға арнайы тоқталсақ, өлеңдік ұйқаспен жазылатын, айтылатын, өлімге, махаббатқа, соғысқа қарата автордың қайғылы түрде терең сезіммен еске алуын білдіретін лирикалық өлең жыр. Мұндай өлеңдерге жақын туыстарының, достарының өлушіге арнап қайғылы түрде айтатын жоқтаулары, елдік ұлттық трагедияны айтатын мұңлы өлеңдер, елім-ай, ағажай алтайдай әндері, адамның немесе адамзаттың басына келген пәле қазаларда айыптап айтатын қасірет өлеңдері де кіреді. Бұл өлең түрі ежелгі халықтардың бәрінде, дерлік ғұндарда, түрік халықтарында да, грек-римдіктерде, қытайларда да болған. Жоқтау өлеңдері қайғы мұңға толы болатыны өз алдына, онда және терең махаббат, ізгі сезім, философиялық толғаныс, жау мен жамандыққа деген кек, тіпті батырлық жігер де жатқан болады. Кейбір өлеңдер негізгі тақырыпқа орай сыншыл, ызалы, кекесінді, түйреп өткен, жамандықты масқара мазақ еткен мағынаға ие болуы да мүмкін. Кейде естірту, көңіл айту, қайғыны басуда осы жанрға кіреді. Мысалы, аққу ұшып көлге кетті, сұңқар ұшып шөлге кетті. Ол адасып кеткен жоқ, әркім барар жерге кетті. Арғымақтың тұяғы тасты баса кетілер, сазды басса жетілер. Екі арыс аман болсын, жетпесті қума, келмеске жылама. Қазақта айтылуы: жаз күндері қаралы ауыл көшіп қонғанда, үй жығып жатқанда дауыс салып жоқтау айтылады. Таң сәріден тұрып, жүк артып болып, көш жолға шығар алдында да жоқтау айтылған. Мұның бәрі қайтыс болған адамның соңғы күндері өткен, соңғы рет жүріп тұрған жерін, қоныстанған жұртын қимай, сол атамекенімен қайтқан адамның арасындағы үзілген байланыстың қайғысын жария етуді білдіреді. Баратын жеріне жеткенше қаралы көш жоқтау айтуды жалғастырып, сол мұңды, зарлы қалыптармен келесі қонысқа жеткенше ешқайда бұрылмай жүре беретін. Жолда кездескен ауыл қаралы көштің қонақасын көтеріп алатын болған. Жоқтаудың тарихи үлгілері. Елдің сүйікті көсемі, батыры алып, ер тоңға қайтыс болғаннан кейін бүкіл халық қайысып жоқтау айтқан. Сол жоқтау атадан балаға жетіп, 11 ғасырда Махмұд Қашқари жазған түркі сөздерінің жинағы деп аталатын кітапқа енген. Бұл жоқтау алып, ер тоңға туралы жырдың соңғы тарауы болса керек. Осы жырдағы жоқтау салты қазақтың батырлық жырларында, ақын жыраулардың толғау өлеңдерінде өзіндік көркемдік жалғасын тапқан. Ер тоңға жырында ақын батырды жоқтай отырып, өмірдің барлық адамдар үшін өткінші екенін, ғұмырдың мәңгі еместігін, тәңір адамда ажалмен сынайтынын, тағдыр оғы тисе, тау шыңдарда быт-шыт болатынын зор күйініш сезіммен жеткізеді. Алып ер тоңға қайтыс болғанда бүкіл ел қайғырғанын, ең қатыгез батырлардың өзі еңіреп жылағанын, адамдардың нұрлы жүздері сарғайып кеткенін. Мұнда тау қойнауы жыртылар, атса оны кезеп, атын болдыртты, қайғы тойдыртты, жүз сарғайды, запыран жаққандай деген сияқты тұрақты сөз тіркестері жиі ұшырайды. Сондай-ақ жырда алып ер тоңға қайтыс болғанда қайғы халықты жүдетіп, тоздырып жібергендігі айтылады. Алыстан келген бектердің аты жүдеп, өздерінің жүзі қайғыдан сарғайып кеткендігі зор шеберлікпен жеткізіледі. Ақын өмірде ешкім тағдыр оғынан қашып құтылмайды деген ой пікірді ортаға салады. Жоқтау айтылып жатқан кезде айтушылардың барлығы жылап, көл көсір көз жастарын төгу шарт емес.
Тек өлген азаматтың жұбайы ерекше сарынмен, терең сезіммен айтқан кезде азаматқа арналған қайғылы сөздер мен ащы өкінішті көтере алмай талып қалатын әйелдер, қыздар болады. Осы бір ауыр көрініс тыңдаушыларына қатты әсер етеді. Әркімді ел үшін, өз халқы үшін қызмет етуге баулитын үлкен тәрбиелік мәні бар құбылыс болған. Жоқтау өлеңдерінің көнелік сипаты жайлы сөз еткенде ең алдымен тасқа басылған алғашқы үлгілер көне түркі жазба ескерткіштеріне айрықша тоқталған жөн. Бұл жазулар жалпы түркі тектес халықтардың мол мұрасы, бастау бұлағы екені мәлім. Мәселен, күлтеген жазуларында форма жағынан да, мазмұн жағынан да қазақтың жоқтау жырларымен үндес тұстары кездесіп отырады. Мысалы, інім күлтегін қаза болды, өзім қайғырдым. Көрер көзім көрместей, білгір ақылым білместей болды. Өзім қайғырдым. Тағдырды тәңірі жасар, адам баласы бәрі өлгелі туған. Қайғырғаным сонша, көзге ыстық жас келер, көңілге ауыр шер келер, тағы да ойландым, қатты қайғырдым. Бүгінде бізге жеткен өте көркем, бояуы қою, суреттері ашық жоқтау түрлерінің тағы бірі Әбілқайыр ханның сүйікті қазысы әділ төреліктер үшін Ақжол атанған Дайырқожа деген би екен. Осы Дайырқожа мен ханның сүйікті бір адамы Қара Қыпшақ Қобыланды батыр қас болыпты. Бір күні оңашада ол Дайырқожаны өлтіреді. Баласының өлімін көрген әкесі Қодан Тайшын ұлының сүйегін айналып жүріп жылағанда айтқан жыры: Қыпшақ Қобыландыда нең бар еді, құлыным. 80 асып таянғанда 90-ға, тұра алмастай үзілді ме жолының. Адасқанын жолға салдық бұл ноғайлы ұлының. Аққан бұлақ, жанған шырақ жалғыз күнде құрудың, Қара Қыпшақ Қобыландыда нең бар еді, құлыным. Сондай-ақ жоқтау қаралы хабарды кеш алған сыйлы адамдар келгенде де айтылады. Жоқтаудың созылыңқырап айтылатын, ғасырлар бойы қалыптасқан әр түрлі сарыны бар. Жамбылдың Алғадайындағы, Кенен Әзірбаевтың Базар назарындағы әуен ырғақтар ежелгі халық жоқтауының үлгісі мезілған. Жоқтау жырының тілі мейлінше бай болып келеді. Онда ақылға дихан кемеңгер, мұхит дария суындай ақылы терең мол еді. Жапырағы алтын шынарым, тағы басқа шешендік өрнектер көп қолданылады.